Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте жұмсақ болып шығатын қант қосылған бауырсақтың рецебімен сіздермен бөліспекшімін. Қамыры өте ұзақ, ашытуды қажет етпейді, тез дайын болады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен бізге керекті ұнымызды дайындап, үстінен ашытқымызды және де содамызды саламыз. Одан кейін сұйық майымызды құямыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін жылы сүтімізді құямыз. Енді жақсылап қамырымызды жұмсақ қылып илейтін боламыз. Қонақ келгенде дастархандарыңыздың сәні болып тұратын өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады екен. Осы рецептпен жасап көріңіздер, міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Дастархандарыңыздың сәні болып, әп-әдемі болып тұрады. Жегенге де өте жұмсақ болады. Қамырымызды илеп болғаннан кейін көп тындыруға қоймаймыз. 20 минут тындыруға қойып қойсаңыздар жеткілікті. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 20 минут тындыруға қоямыз. Тынып болған қамырымызды алып, лағманның қамыры сияқты осылай бөліктерге бөліп, одан кейін жіңішкертіп шығатын боламыз. Тура лағманның қамыры сияқты осылай кесіп аламыз. Алдымен бөліктерге бөліп, одан кейін әрбір бөлген бөліктерімізді жіңішкертіп шығатын боламыз. Мінекей бөліктерге бөліп болдық. Енді кесіп болған қамырларымызды жіңішкертіп, өте бір жіңішке қылып жіңішкертудің қажет жоқ. Бір қалыпты қылып жіңішкертіп, одан кейін осылай қолымызбен қарыстап кесіп алсаңыздар да болады. Немесе өздеріңізге ұнаған қалыпта ұзын қысқа қылып кесе берсеңіздер болады. Мінекей бауырсақтарымыз дайын болды. Енді қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды салып пісіре беретін боламыз. Бір ескере кететін жайт, бастапқыда майымыз өте қатты қызып кетсе болмайды. Бір қалыпты баяу отта пісіріп алатын боламыз. Енді қантымызды салып, оның үстіне суымызды құямыз. Одан кейін 10-15 минуттай осылай тоқтамай араластыратын боламыз. Астыңғы отын баяу ұстаймыз. Осылай араластыра бергеннен кейін біраздан кейін осылай көбігі шығатын болады. Дәл сол кезде, көбігі шыққан кезде, осылай бал болып созылып, үзір-үзір болып түскен кезде үстіне бауырсағымызды сала беруімізге болады. Мінекей дәл осындай кезде үстіне бауырсағымызды салып, бауырсағымызды жақсылап араластыратын боламыз. Біраздан кейін араластыра келе қанты бауырсағымызға жұғатын болады. Осылай араластыра келе қанты бауырсағымызға әбден сіңіп, осылай жұғатын болады. Содан кейін отымыздың астын өшіріп, бауырсағымызды ала беруімізге болады. Дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.